оваль формасында тоқитын боламыз. Ол үшін трикотаж жібін 20 сантиметрдей қалдырып, ортасынан бір түйін түйеміз. Әрі қарай ілгекті сол түйіннің ортасына кіргізіп, жіпті іліп ала отырып 15 рет тоқимыз. Мінекей 15 қатар тоқып алдық. Енді 16 қатарды ілгекке іліп аламыз да, оны 15 қатардың тоқылған бөлігінің арасынан кіргіземіз. Дәл осылай қатарды соңында бір рет іліп алатын орын қалдырып 14 рет тоқимыз. Он төрт қатарымызды тоқыдық, соңында бір ілгек ілетін тоқыма орын қалды. Осы тұстан ілгекті кіргізіп ала отырып, біз 3 рет тоқимыз. 1, дәл сол тұстан 2, дәл сол жерден 3-ші галочканы шығарамыз. Әрі қарай бір-бір галочкадан тағы да 14 қатар тоқимыз. Соңында 15-ші қатарға келген кезде бір қатардан 3 галочка шығарып, оваль формасын қалыптастырамыз. Мінекей қатарымыздың соңына да келіп жеттік. Дәл осы аралықтан 3 галочка шығарып, қатарды бір-бірімен видеода көрсетілгендей етіп біріктіреміз. Мұқият болыңыздар, әрбір қатар аяқталған кезде дәл осылай бір-біріне қатарды біріктіресіздер. Әрі қарай манағы 20 сантиметр қалдырған жібімізді бекітпе тігісі ретінде екі қатардың ортасынан ілгекті іліп ала отырып, сол ілгектің бойындағы жіптен негізгі жіпті өткізе отырып тоқимыз. Осылай тоқып келіп қатардың соңына жеткен кезде негізгі жіпті ілгектен іліп алып, оны шығарамыз. Және де кері бетіне өткізіп алып, тоқылған бөліктердің арасынан өткізіп, сетінеп кетпейтіндей етіп, тоқылған бөліктерге байлап тастаймыз. Екінші қатарда негізгі жіптің біткен тұсынан астыңғы галочканың қақ ортасына ілгекті кіргізе отырып, бір галочкадан шығарып 14 қатар тоқимыз. Мұқият қараңыздар. Ілгектің қақ ортасынан кіргіздім. Арт жағынан қарағанда екі жіптің ортасынан шығатындай болсын ілгектеріңіз. Осылайша 14 қатар тоқып, бағанағы бір жерден 3 галочка шығарған, яғни дөңгеленген жерге дейін тоқимыз. Мінекей тоқып біттік. Енді манағы 3 галочканың әр қайсысынан 2 галочка шығарып, дөңгелек формамызды үлкейтіп тоқимыз. Мұқият қараңыздар. Галочканың қақ ортасынан, артқы бөліктен 2 жіптің ортасынан шығатындай етіп ілгекті кіргіздім. Бірінші галочка шығардым. Дәл сол тұстан қайта кіргізіп, екінші галочканы шығарамын. Келесі екі галочканы да дәл солай. Бұл біздің бағанағы бірінші қатарда бір галочкадан 3 шығардық қой. Енді екінші қатарда сол шығарылған 3 галочканың әр қайсысынан 2 галочкадан шығару арқылы тоқу. Әрі қарай 14 қатарда бір-бір галочкадан тоқып, келесі басындағы 3 галочкаға келген кезде де дәл осылай тоқитын боламыз.
Екінші бөлікке келіп жеттік, яғни осы 3 галочканың әрқайсысынан 2 галочкадан шығарып дөңгелек форманы аяқтап қатарды бір-бірімен біріктіреміз. Үшінші қатарды негізгі жіптің біткен тұсындағы галочкаға ілгекті кіргізе отырып, бір-бір галочкадан 14 рет тоқимыз. Яғни, 2 еселенген галочкаларға дейін. 2 еселенген галочка дегенім осы үшінші қатарды тоқып келе жатқан кезде астыңғы, яғни екінші қатардағы галочкалар. Қатарды дөңгелек етіп қалыптастыру үшін әрбір 2 еселенген галочканың біріншісінен 2 галочка шығарамын. Яғни 2-де-1, 2-де-1 деп тоқимын. Мұқият қараңыздар. 2 еселенген галочканың алғашқысынан ілгекті кіргіздім. Бірінші галочканы шығардым. Дәл осы тұстан екінші галочканы шығарамын. 2 еселенген қатардың бұл алғашқысы. Енді екіншісінен бір ғана галочка шығарамын. Ал 2 еселенген галочканың алғашқысынан бірінші галочканы, дәл сол тұстан екінші галочканы шығардым, ал екіншісінен бір ғана галочка шығардым. Осылайша 2-де-1, 2-де-1 деп 3 рет тоқимыз. Әрі қарай мұнағы 14 қатарымызды бір-бір галочкадан тоқып келіп, екінші басына келген кезде дәл осылай 2 галочка қосылған біреу, 2 галочка қосылған біреу етіп тоқимыз. Мінекей қатарымыздың екінші басына келдік, яғни 2 еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка шығарамыз. 1, 2, екіншісінен 1 галочка. 2 еселенген қатардың алғашқысынан 1, 2, екіншісінен 1 галочка шығарамыз. 2 еселенген қатардың алғашқысынан 1, және сол тұстан қайтадан екінші галочканы шығарамыз. Екіншісінен бір ғана галочка шығарып, қатарды аяқтап бір-біріне бекітеміз. Және де ескерте кететін жайт, әрі қарай 4-ші, 5-ші, 6-ші қалағандарыңызша үлкейтіп осылай тоқи бересіздер. Яғни 3-ші қатардағыдай әрбір 2 еселенген галочканың алғашқысын 2 еселей отырасыздар. Яғни ол 2, 2, 2, 3, 2, 4 болып кете береді. Төртінші қатарымызды тоқып бастаймыз, яғни әрбір қатардағыдай етіп негізгі жіптің аяқталған тұсынан ілгекті кіргізе отырып, бір галочкадан 14 рет тоқимыз. Мұқият боп қараңыздар, мүмкін сіздерде ол 13 қатар болуы мүмкін. Бастысы 2 еселенген галочкаға дейін тоқисыздар. Әрі қарай дөңгелекті қалай қалыптастырамыз, қараңыздар. 2 еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка шығарамыз, және де кейінгілерінен 1, 2 деп жеке-жеке 2 галочка шығады. Қараңыздар, 2 еселенген галочканың алғашқысы 1 галочка, дәл сол тұстан екінші галочканы шығардым. Әрі қарай 2 галочка қалды ғой, осы екеуінен 1 галочка шығарам. Яғни жеке-жеке 1, 2 галочка пайда болды.
Екі еселенген қатарға келдік. Осының алғашқысынан бір галочка. Дәл сол тұстан екінші галочканы шығардым. Және де жеке-жеке 1, 2. Екі еселенген қатардың алғашқысынан 2 галочка шығарамын, және де одан кейінгілерінен 1, 1 деп бөлек-бөлек 2 галочка шығардым. Яғни бұл бізде 2, 2 деп айтылады. Әрі қарай бір галочкадан 14 рет тоқимыз да қатардың екінші дөңгеленген басына келіп тоқтаймыз. Дәл осылай 10-да тоқитын боламыз. Қатарымыздың екінші басына келдік. Әрбір екі еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка шығарамыз. 1, 2. Және де жеке-жеке 1, 2. Екі еселенген галочканың алғашқысынан 1, 2. Және жеке 1. Жеке екінші галочканы шығардым. Әрбір екі еселенген қатардың алғашқысынан 1-ге 1, 2. Жеке 1. Жеке екінші қатар. Осылайша қатарды аяқтап бір-біріне біріктіреміз. 5-ші қатарда да тап осылай негізгі жіптің біткен тұсынан ілгекті кіргізе отырып 14 рет тоқимыз бір галочкадан. 2 еселенген галочкаға келген кезде тоқтаймыз. Осы дөңгеленген тұсқа келген кезде ескерте кететін жағдай, бағана біз 4-ші қатарда тоқыған кезде 2-де 2 етіп тоқыдық. 5-ші қатарда ол 2-де 3 болады. Яғни жеке-жеке тоқитын галочкалардың саны әрбір қатарда өсіп отырады. 5-ші қатарда қазір біз екі еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка шығарамыз да, одан кейінгі галочкалардан жеке-жеке 1, 2, 3 деп тоқимыз. Ал 6-ші қатарда екі еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка шығарамыз да, одан кейінгілерден жеке-жеке 1, 2, 3, 4 деп тоқимыз. Осылайша қатар үлкейген сайын жеке-жеке тоқылатын галочкалардың саны артады. Яғни 2-де 2, 2-де 3, 2-де 4, 2-де 5 болып кете береді. Мінекей қараңыздар, әрбір екі еселенген галочканың алғашқысынан 1, дәл сол жерден екінші галочканы шығардым 1-ге. Енді жеке 1-ші галочка, жеке 2-ші галочка, жеке 3-ші галочканы тоқыдым. Әрі қарай 14 рет бір-бір галочкадан тоқып, қатардың екінші басына келгенде де тап осылай әрбір екі еселенген қатардың алғашқысынан 2 галочка, жеке-жеке 1 галочкадан тоқып, қатарды аяқ. Бұл бізде 6-шы қатар, яғни соңғы қатарымыз болып табылады. Осы қатарды аяқтағаннан кейін оваль формасы қалыптасып, сөмкеміздің табанын толықтай тоқып аяқтаймыз. Бұл жерде де дап осылай дөңгеленетін бұрышына келген кезде әрбір екі еселенген галочканың алғашқысынан 2 галочка шығарып, жеке-жеке 4 галочка қалыптастыру арқылы қатарды тоқып, біріктіріп аяқтаймыз.
осылайша бізде оваль формалы сөмкенің табаны қалыптасты